Қайырлы таң, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? 2-3 ай бұрын сіздер білетін боларсыздар, менің тағдырымды талқылаған, баласы қайда, байы қайда екенін білмейтін уборщица менің деңгейім емес деп менің жеке тағдырымды талқылаған, және оны 1,5 миллион парақшасы бар аудиториясында келеке мазақ, менің тағдырымды келеке мазақ қылған Рысбала Икрамбай қыздарыңыз қазіргі таңда бақылауда, тексерілуде. Енді Рысбала Икрамбайдың қолменен, тілменен, миыменен жасап отқан тағдырының шындықтары. 22 жылы Рысбала Икрамбай халықтан жинайтын садақаны тоқтатып, енді сбормен айналыспаймын деп сборды тоқтатты. Сол жылы Рысбала Икрамбай қазіргі таңда жылма-жыл тауып атқан балаларының әкесіменен заңды түрде ажырасқан. Менің тағдырым Алланың қалауымен тәлкекке түсіп жатса, Рысбала өзінің тағдырын және балаларының тағдырын, жаңадан туылып жатқан балаларының тағдырын өз қолдарымен ұрлықсын жасыру үшін тәлкекке салыпты. Себебі ол Рысбала Икрамбай 22 жылы сборды тоқтатқанда ол білді, түбінде бұл жиналған қайыр садақаның сұрауы бар екенін. Сондықтан ол қазіргі жолдасыменен заңды түрде ажырасып, құжат түрінде жалғызбасты ана, көп балалы ана болып, бәлки үкіметтің қамқорлығына ілінгісі келген шығар, бәлки халықтың алдында немесе заңның алдында жауапкершіліктен қашқысы келген шығар. Бірақ Рысбала Икрамбай сбор жабылғаннан кейін қазіргі жолдасымен заңды түрде ажырасып, қазіргі жолдасына егерде маған бір жағдайлар болып қалса, балаларға өзің дұрыстап қарайсың деп аманат қып тапсырған. Бұл әңгіме Рысбала Икрамбайдың қол астындағы және жан жағындағы жүрген көмекшілерінің әңгімесі, және ол заңды түрде ажырасып, чемоданын жинап, барынша өзіне қорған іздеп жатыр. Себебі жылма-жыл тууының бірден бір себебі ол заң алдында жауап беруден, заңға тартылудан қорқып, жылма-жыл баласы болса, мені бәлки жазадан құтқаратын шығар, бәлки жазам жеңілденетін шығар деп өзін барынша әрекетін жасап жатыр. Енді менің тағдырымды талқыға салған Рысбала Икрамбай, мен Алланың қалауыменен өмірдегі тағдырымның дұрыс болмауы, ол менің кінәм емес, ал сенің тағдырың өзіңнің қолдарыңменен жасаған ұрлықтарыңменен бұзылып жатыр, және оны өзің бұзып жатсың. Сондықтан, құрметті қазақ елі, Рысбала Икрамбай бұл ұрлығының түбі қорлық екенін біліп, 22 жылы сборды жауып, сол жылы қазіргі жылма-жыл туып атқан балаларының әкесінен заңды түрде ажырасып, көп балалы ана, жалғызбасты ана болып, заң алдындағы жауапкершіліктен қашу үшін немесе жауапкершілігін жеңілдету үшін әртүрлі құйтырқы әрекеттер жасап отыр. Бірақ заң алдында ешкім статусқа қарап бөлінбейді. Заң ортақ, заң алдында барлығымыз бірдей жауап беруге міндеттіміз. Сондықтан Рысбала Икрамбай, 3 ай сайын бала тусаң да, жолдасыңмен ажырасып, заңды түрде жалғызбасты ана болсаң да, заң алдында сен де, мен де жауап беруге міндеттіміз.
ешқандай құйтырқы әрекеттерің жүрмейді. Чемоданыңды жинап, балаларыңды бұрынғы заңды әкесіне аманат қылып, бірақ қазір сен үкіметті алдағың кеп отыр, заңды түрде ажырастың деп. Бірақ үкімет алданса алданып атқан шығар, сенің құжатпен көрсеткен жалғыз басты 5 баласы бар ана екеніңе халық алданбайды. Себебі сен сол ажырасқан байыңның қойнында жатып, жылда бала тауып жатсың. Сондықтан үкіметті алдап, тегін үй, қамқорлық, жаңа заң алдында жеңіл жаза сұрағың келіп отқан шығар, ол өтпейді. Себебі қазақ тіліне жанашыр, қазақ жеріне жанашыр Жансұлу 38 ішіндегі баласының 38 апталығында заң алдында жауап беріп, түрменің ішінде Ақниетті босанғаннан кейін 38 апталықта сотталып, 39 аптада түрмеден шықты. Сондықтан заң алдында алаяқ та, ел жанашыры да бірдей жауап береді, және жауапқа тартылады, және ақталады. Сондықтан Рысбаланың әрекеттері барынша құйтырғы бақылап отырмыз. Бақылана бересінде, себебі қазіргі таңда ең үлкен аудиториясы бар алаяқтық жолмен лотерея ойнатқандар, казино жарнамалағандар тізбектеліп, тексеріліп жатыр. 3,5 мен 7,5 миллион подписчигі барлар. Рысбала, сенің де күнің жақындап қалды. Себебі сенің қазіргі подписчигің 1,5 миллион екен. Сондықтан ешқандай құйтырқы әрекетің жүрмейді. Және кісінің тағдырын талқылайтын ешкім емессің. Құлап жатып, сүрінгенге күлудің қажеті жоқ. Ұрлықтың арты қорлық. Өзің қолдарыңмен өз тағдырыңды тәлкекке салып отсын. Ұрлығы жасап, халықтың қалтасына үңіліп, қайыр садақа жинап, қайыршылықпен өзіңнің отбасыңды, бала шағаңды, одан қалса әулетіңді асырап, бүкіл Икрамбай әулетін халықтың мойнына екі аяғын салбыратып, жылдар бойы бақтырып отырдың. Оның барлығына жауап бересің. Сенің әртүрлі құйтырқы әрекеттерің жан-жақтан келіп, тізбектеліп, тиесілі жерге беріліп жатыр. Өте ұзақ жұмыс жасайды, себебі сен өте көп құйтырқы әрекеттер жасап, халықтың қалтасын тонап, туған туысыңды байытқан екесің. Қазақ ақымақ емес, алмақтың да салмағы бар. Алған кезде білдің, енді салмағын көтеріп жауап беруге міндеттісің. Менің тағдырымды талқылайтын сен емес, бірінші өз тағдырыңды өз қолыңменен талқандаған екесің, Рысбала Икрамбай. Рысбаланы қолдаймыз. Тимең, қайсар қыз біреудің өмірі не керек дейді. Рысбала Икрамбайды қайсар қыз қылған, Рысбала Икрамбайды танымалды қылған бұрынғы заңды некедегі Рома деген жігіт күйеуі. Рома қалаулымда өзі оператор болып қызмет жасап жүрген қызы Рысбала Икрамбайды қалаулым деген бағдарламаға, сөз тиетін, көз түсетін бағдарламаға өзі шақыртқан. Басты мақсат Рысбала Икрамбайды халыққа қайсар қыз, жанашыр қыз, үлкен аудиториясы бар блогер қыз қылу болған. Бұл отбасылық құйтырқы әрекет. Өзінің асыл жарын, балаларының болашақ анасын елдің алдына шығарып, көзбен сөзге іліндірген ол Рома болады. 22 жылы Рома заңды түрде ажырасып, сол өздерінің жоспары бойынша 24 жылы сборды жапты. Қазіргі таңда ажырасқан ерлі зайыптылар, ортақ балалар тауып жатыр. Екі, бұл құйтырқы әрекетті бұлар отбасылық
жоспарменен жасаған. Рысбала Икрамбайды қалаулымға алып келген Рома болатын. Бір. Екі, Рысбала Икрамбайдың алып берген 100 үйінің 60% Рысбала Икрамбайдың туған туысыныңкі. 3, алынған біраз үйлер әлі де Рысбала Икрамбайдың туған туысының атына тіркелген. 4, 100 үйдің 15% ғана шынайы мұқтаж жанға берілген. Егер олай болмаса, Рысбала Икрамбай 100 үйіңдің халықтың садақасынан жиналған 100 үйдің құжаттарын және ол үйге ие болған қазақ азаматтар мен азаматшалары қандай мұқтаждықпен ол үйді алды халықтың садақасынан. Соны көрсетуге міндеттісің. Себебі сен оны көрсете алмайсың. Себебі 100 үйдің 60% сенің туған туысың. Ешқандай мұқтаж емес. Отбасыларға да сен өтірік ақпарат таратып, өтірік жалдамалы пәтерде тұрып жатыр деп, халықтың емешегін езіп, өзіңнің құрбы құдастарыңды жаңағы жолдасынан айырылып қалса да, әкесінен айырылып қалған балаларды ата апасынан айырып, қалаға безектетіп көшіріп алып келіп, жасандылық жолменен үйлерді өзіңнің жақын жан-жағыңдағы туыс тумаларыңа, құрбы құрдастарыңа бергенсің. Себебі сондай ақпарат келді. Бір алған Балнұр деген қыз 9 ағайынды, жолдасы қайтқан. Бірақ ол кісі мұқтаж емес, өте бақуат отбасының келіні, және оны туған туыстар далада қалдырмаған. Сен соны басқаша жолменен, халықтың қалтасынан жиналған садақаменен үй алып беру үшін күтірқы әрекеттер жасап, жалдамалы пәтерге тұрғызып, жағдайын нашар мұқтаж жанға айналдырып, үйді халықтың қалтасынан алып беріп отырсың. Мүсәпір мұқтаж жанға айландырып, ал оның туыстары өздеріне өздері бақуат, өздеріне өздері тоқ отбасы екен. Сондай да ақпарат келіп жатыр. Рысбала Икрамбай, Балнұр қандай мұқтаждықпен үй алды, құжаты қайда? Дәл сондай 100 үйдің құжаты, 100 үйдің иесі қандай мұқтаждықпен үйді алды? Халықтың алдына шығарасын. Қайсар қыз, ақылды қыз, жанашыр қыз, осы дәлелдерді қоймай, Бану жанашыры Рысбала Икрамбайдың, мен Рысбала Икрамбайдың артын шұқуды қоймаймын. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Кеше сториста Кәйішкейдің бұлдырлап бір-екі сөз айтып жатқаннан кейін көптеген ата-аналар қай жерде емдетіп жатырсыз? Қандай ем шара қолданып жатсыздар? Не істеп жатсыздар деген сұрақтар өте көп келуде. Сол сұрақтардың көптігіне сүйене отырып, қазіргі таңда мынау тілі кеш шығып жатқан, дамуында кешігу бар, аутизм, рас, ЗПР, ЗР деген диагноздың өте көптігін байқауға болады екен. Жалпы әлемдік статистикаға да қарасақ, мысалы Америка Құрама Штаттарында бұл аутизмді кәдімгі эпидемиялық жағдай деп алған екен да. Өйткені 2021 жылғы статистикасында әрбір 44-ші балада кездескен екен. Ал әлемдік деңгеймен қарайтын болсақ, әрбір 100-ші балада кездеседі депті да. Бірақ бұл өте белең алып келе жатқан бір ғасыр дертіне айналуы мүмкін диагноздың бірі деп болжап жатыр. Енді мен ешқандай медициналық білімім жоқ. Мен ешқандай медик емеспін, я болмаса осы саланың маманы емеспін. Бізде қазір ең үлкен қателік адамның жанды жеріне балта шабу. Яғни осындай
диагнозды бірінші рет естіп, жеті атамызда болмаған, жеті ұрпағымызда болмаған диагнозды бірінші рет төбесіне мұздай су құйып жүргендей дәрігерлер айтқан кезде не істерін білмей шарасыз қалған ата-аналарға өтірік ақпарат беру. Және де осы бір баланың диагнозынан бизнес жасау. Мен енді бұл диагнозға байланысты неге сүйеніп айтамын? Мен өзімнің басымда болғаннан кейін айтамын. Нәтиже көргеннен кейін айтамын. Біз бір керемет баламен жұмыс жасап жатырмыз деп айта алмаймыз. Пәленбай миллион ақшаны салып жатырмыз деп айта алмаймыз. Бала кәдімгі үйдегі қалған 3 баламен қатар тамақ жеп, солар не ішсе соны ішіп, қайда барса сонда барып жүр. Әрине, алғашында қабылдамадық. Қабылдамайсың, өйткені іштен шыққан шұбар жылан өз қолыңды өзің кесетіндей емес. Бірақ жаңағы жастыққа көз жасыңды сығып алып, ешкімге көрсетпей, күнімен түнімен жылайсың. Сол жылаудың соңын нүктесін сен бір Алланың кереметімен байланыстырасың. Бір күні тұрғанда шіркін сөйлеп кетсе екен деген. Бір күні тұрсаң, как будто бұл сенің өмірің болмай қалатындай. Бұл сенің басыңда жоқ сияқты. Бірақ енді Алла басыңа сынақ қып бергеннен кейін оны қабылдау керек. Онымен күресу керек. Тек қана бір нәрсені, бір сөзді ұран қылып алу керек. Ауруды, дертті берген Алла шипасын да береді деген ұран болу керек. Және аналық жүректе балаға деген үлкен сенім болу керек. Содан кейін бізде бала ауырса, отбасында бір кикілжің болса, еркек пен әйел бір-бірін кінәлап, жаңағы екі жаққа кетуге асығып, я болмаса кінәліні іздейді да. Бұл жерде кінәлі жоқ. Аутизмнің неден пайда болатыны әлі әлемдік деңгейде нақты мынадан оның себебі деп айта алмайды ешкім. Ол сенің еріңмен саған берілген отбасылық сынақ. Осы жерде ер мен әйел бірге болу керек. Ұрысқаннан дым шықпайды. Мынау біздегі денсаулық сақтау министрлігінің құлағына алтын сырға сіздерге айтарым, бұл қазір қоғамда кеңінен белең алып жатқан балалар арасында диагноз болғандықтан, осы бағытта кеңірек түсіндірме жұмыстарын жасап, осы бағытқа кішкене назар аудару керек сияқты. Себебі қараңыздар, ата-ана барады, невропатологқа барады, баланың басын МРТ-ға түсір дейді, УЗИ шейного отдела дейді ғой, шейно-воротковый зона, соны УЗИ-ға түсір дейді, басын МРТ-ға рентгенге түсір дейді, бәрін жасайды. Оның қорытындысымен қарасаң бәрі жақсы сияқты. 5 дәрігерге барса, 5-еуі 5 түрлі диагноз қояды. Және де именно осындай ЗПР, ЗР, аутизм саласында, мысалы, дефектолог, логопед, балалардың психологы қабылдауы арзан тұрмайды әр сабағы. Я бұл ДЦП емес, я болмаса бұл эпилепсия емес, жаңа көзге оттай басылып тұратын бірден да. Бірақ бұл іштей ата-ананы, баланы қатты психологиялық тұрғыда қатты шаршатады. Және біздің қазақтың қанына сіңген нәрсе айнала ғой, айналаның әңгімесі. Көре тұра, біле тұра, балаң әлі сөйлемеді ме? Биыл мектепке бармай ма? Біздің қызда 2018 ғой, биыл барды, я жақсы үйреніп атыр мектепке деп. Әдейі бір, білмеймін, енді басында жоқ адам болғаннан кейін тіл деген сүйексіз, тиексіз ғой, байқаусызда айтып қалатын шығар. Бірақ адамның бір жарасына тұз сепкендей болады да ол нәрсе. Сол айналаның сөзінің өзі кәдімгі іштей осы аурумен күресуге дайын тұрған ананың, әкенің өзін қажып тастайды. Жаңағы АФК бар, ЛФК бар, сенсорлық сабақтары бар, сенсорлық моториканы дамытатын ұсақ моторика деген секілді. Жаңа логопед бар, дефектолог бар, психолог бар, я. Соның бірінші қайсынан барып жұмыс істерін білмейді да, қазір ата-аналарға дұрыс бағдар жоқ. Мысалы, біз өзімнің басымнан өткен нәрсем, пәленбай мың төлеп баланы 8 ай логопедке тасыдық та, балада какой-то время әріптерді А, О, И деп айтып келе жатады, бір уақытта откат кетеді. Яғни 8 ай құйған ақшаң суға ағызып жіберген сияқты да. Және ол откаттан бұрын ең бірінші біздің балада түсінік болмаған да. Сол түсінікті қалыптастырмай тұрып, біз сабаққа таси бергенбіз да. Ойлаңыздар, 8 ай.
Оны күнде барып келетін такси бар, 8 ай төленетін айма-ай несі бар, ақшасы бар. Сол 8 айдан қалған біздегі жалғыз нәтиже ол памперсін шешкені болды. Содан кейін бізде Шымкентте ойбай мынандай бір мықты кісі шығып жатыр дейді. Инстаграмын кірсең керемет, барды жоқ қылады, жоқты бар қылады, ойбай керемет екен. Барып кейбір кісілер тіпті мен қабылдаған жоқ. Ақшасын төлеймін деп тұрым, приемна жазылып тұрым. Жоқ, қабылдамайды, неге екен. Өйткені менің қабылдаудан кейінгі нәтиже болса, оны, нәтиже болмаса, оны әлеуметтік желіде айтатынымды білет. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, блогерлерге барлық есік ашық деп. Жоқ, керісінше блогерлерден қасатындар бар. Ойбай, Қызылордада мынандай кісі шығып жатыр екен деп барамыз. Бір уақытта біз Қарағандыда бір массаж жасайтын ата бар екен деген кезде барған кезде баланың қуық безі шошынған деп массаж жасады. Содан кейін бұтына мүлде семейтін болды. Одан кейін біз білесіздер, Шымкентке көшіп барып, кәдімгі 1 жылдай уақыт арасын енді үзіп алдық. Отбасылық мәселелерімізге байланысты. Рома Алматыда 2 баламен қалып, мен ішімдегі баламен Каймен Шымкентке көшіп, одан кейін екі жақта жүргеніміз жарамас деп Шымкентке көшіп бардық. Бірақ жұмыстың бәрі Алматыда болып, қайттан Алматыға келдік, екі ортада жүрдік. Осының барлығы бір еріккеннен емес, уақытымызды өткізе алмай жүргеннен емес, сол бір бала үшін де әйтеуір бір нәтиже болып қала ма деп. Ол жақта да бір массаж еткісіге бардық, қосымша сабақтарға бардық. Жаңағындай бұл жерде мына жерге барсаң бір керемет нәтиже болып балаң сөйлеп кетеді деген жоқ. Әйтеуір еңбегің бір күні ақталатынына сенесің да, жаңағындай 8 айда бір памперсті шешесің, артына массаж жасатасың, 1 жылда Шымкентке барып, жаңағындай сана үйренеді, әріп тани бастайды, түсінік қалыптасып бастайды. Біз енді Аллаға шүкір өз үйіміздеміз ғой, дегенмен де айналаңа қарасаң көп жас отбасылар пәтерде. Бұл бұрындары бала кезімізде өздеріңіз ойлаңыздаршы, ауылда бір тілі кеш шыққан бала, сөйлемейтін бала деген нәрсе болды ма? Мүлде болған жоқ. Ол кейіннен пайдалы бола бастады. Осы 2018, 17, 19 жылғы содан бері қарай туылған балалардың арасында көп болды деп ойлаймын. Және де қарасаң, сол отбасылардың айма-ай төлейтін пәтер ақысы енді бір баланың ғана бетіне қарап отыратындай емес, басқа балалар жапырақ байлап жүріп, ауамен қарын тойғызбайды. Ол басқа балалардың да жеп ішімі бар, комуслуга, азық-түлік деген сияқты, бір отбасыға үлкен салмақ кәдімгідей. Мен бір естімедім, көрмедім, осы аутизм балаларға арналған тегін логопедтік сабақтар, болмаса сол балалардың дамуына тегін кеңестер деген сияқты. Мен жаңағы барып жатқан кісілерімізді неге атын атап түсін түстеп айтпай жатырмын. Себебі біз әлі 100% нәтиже шығарған жоқпыз. Және де біз қазір ем алып жатырмыз ғой. Ол ем оң нәтижесін бере ма, жоқ әлде теріс нәтиже бере ма, әлде ешқандай өзгеріс болмайды ма? Оны бізге ешкім гарантия бере алмайды да. Сондықтан да өзің түскен орға артыңдағылар түсіргін келмейді ғой. Қазір мен бір жерді жарнамалап айтсам, сіздер бәріңіз сол жерге барасыздар. Дәл осындай ұсыныстар маған өте көп келеді. Біз Астана қаласында орналасқанбыз, біз Алматы қаласында орналасқанбыз, осындай аутизм балалармен жұмыс жасаймыз, осындай мықты мамандарымыз бар дейді. Енді ешкім, бұл да енді кәсіптің түрі болғаннан кейін, пайдалы кәсіп болса нұр үстіне нұр, бұған да жарнама керек та. Бірақ мен өзім барып көрмей, пайдасын көрмей тұрып, көз жеткізбей тұрып, пайдасын көрмей тұрып, өзім нәтижеге жетпей тұрып, сіздерге өтірік ақпарат беріп, сіздердің де шығынға батуларыңызға себепкер болғым келмейді. Сондықтан да Алла нәсіп етсе, жігітіміз қатарына қосылып, мектеп табалдырығын аттағаннан кейін, сіздермен толық ақпарат бөлісуге мен дайынмын. Әзірге патадан алдын шаң шығарғым келмейді. Бұдан шығатын қорытынды мемлекет тарапынан осындай аутизм, задержка речи, задержка жаңағындай сөйлеуінде, задержка психологиялық жағынан ойлау, ой қабілеті жағынан болып жатқан ата-аналарға қазір мемлекеттің қолдауы өте қажет. Екіншіден, ата-аналарға үлкен сабырлық. Және де ата-аналар баланың тілі шығуы, түсінік қалыптасу керектігінде дұрыс бағдар беретін мамандар керек.
Ата-аналарға айтарым, шаршамаңыздар, талмаңыздар, адам адамға себепкер, әйтеуір біреудің емі сізге қонып, біреудің емі сізге шипа болып, балапаныңыз қатарға қосылатынына іштей сеніп, оны жүрекпен қабылдаңыздар. Бұл жерде кінәліні табуға асықпаймыз. Ана да кінәлі емес, әке де кінәлі емес бұл жерде. Одан кейін бала да кінәлі емес. Тек қана жақсы күнге үміттеніңіздер, және де анау айтты екен, мынау айтты екен, ананың баласы осыдан дұрыс болыпты деп шапаттай бермеңіздер. Медицинаға келетін кезде көздеріңізді ашып, оқып, қазір бәрі интернетте тұр. Содан кейін ғана қадам басыңыздар. Ал ойбай наның баласын ішекпен қылқындырғанда сөйлеп кетті деп, ішекпен баланы қылқындырып травма жасап жүрмеңіздер. Оның да қазақы емнің де көмектесер жері бар, көмектеспейтін жері бар. Оған да көздеріңізді ашыңыздар. Және де қазір қандай дүние сұранысқа ие, сол нәрсе көбейеді ғой. Мысалы, мен үнемі айтым ғой, Құрбан айтты, қой сұранысқа ие. Жаңа жылда мандарин ауызашар уақытында құрма сұранысқа ие. Сол дүниелер сұранысқа ие кезде көбейіп, бағасы көтеріліп, солай болады, Дәл сол секілді бұл қазір балалардың арасында сұранысқа ие болғандықтан, пайдасы тиер орталықтар да бар, жай ғана кәсіп қылып алған орталықтар да бар. Бизнес ретінде қарап жатқан. Соныңда ара жігін ақтарып барып балаларыңызды беріңіздер. Көп осындай сабақтарға баратын кезде, жоқ, мамасы сізді көргенде бала деген еркелеп кетеді, сабағына қатыспайсыз, дегеннің өзінде бір апта, 2 апта қатысыңыз баланың сабағына, өйткені ол бала сіздікі. Сіз сырттасыз, баламен іште қандай жұмыс жасалып жатыр, оған да көз жеткізіңіздер. Жақында біз отбасымызбен қазіргі жүріп жатқан вируспен ауырып алдық, как тұмау сияқты, бірақ өкпең түсіп қалардай, көкжиек сияқты жөтелесің, дене қызуы көтеріліп, мұрын тамақтың бәрі бітіп, бас ауру, әлсіздік, кәдімгі төсекке жабысып жатып қалдық. Ең қиын процесс менде болды, жүкті болғандықтан антибиотик қабылдағанды жөн көрген жоқпын, және де Расул деген жігітіміз, ол 1 жасқа толған жоқ, сондықтан ол жігітке де антибиотик берген жоқпын. Со бала ауырып болғаннан кейін бұрынғыдай емес та. Отыра береді бір орында. Қанша айғайлап атын айтып атсаң да қарамайды. Түсініксіз. Тек сүтін ішеді, жатады, болды. Дер кезінде соны түсініп, дабыл қағып, біз тиісті мамандарға алып барып, массаж алып, қазір баланың беті бері қарап, бұрынғы жігітіміз қайтты да. Сөйтсе айтады, кішкене тамыр қысылып тұр дейді. Және біздің бала туылған кезде баланың сарысы бар ғой, өте жоғары болды. Оның өзі мидың дамуына әсер етеді екен. Соның бәрін алдын алып, беретін дәрілерін, дүниелерін беріп, массажын жасатып, тағы 2 курс массаж жасау керек біз, Алла нәсіп етсе. Қазір баламыз жақсы. Біз көбінесе осы аутизм, ЗПР, ЗР диагноздар тұңғыш балаларында, 2018-19 жылы туылған балаларда кәдімгі ақмақ болғанбыз ғой, дер кезінде дабыл қақпағанбыз. Бұның әкесі тілі кеш шыққан, сен де кеш жүргенсің деген сияқты дүниелердің барлығын құлағымызға құйып алып, қабылдамағанбыз да. Өйткені ондайды бұрын естімегенбіз, білмегенбіз, көрмегенбіз. Сөйлеп кетеді, ештеңе қылмайды. Бәр бала сондай ғой, әр баланың дамуы әртүрлі болады дегенге жатып алғанбыз да. Сөйтіп қолымызды мезгілінен кештермеп, қазір отырмыз. Мынау айтылатын, әркімнің сен туралы айтылатын сөзі, ол ауыз біреудікі болғаннан кейін сөз де біреудікі. Ал бала сенікі, өмір сенікі. Сондықтан да жай ғана елдің айтқан сөзіне тыңдап құлақ асып қоя салмай, мамандарға дер кезінде уақытында көрсетіңіздер баланы. Әрине, сол айтқан адамдардікі рас болып шығып, балаңызда ешқандай ақау болмаса, нұр үстіне нұр. Ал болса, небәрі бала кішкентай кезінде, жас кезінде білінсе бұл диагноз, соғұрлым онымен күресу сізге жеңілірек болады. Елдің сөзіне мүлде мән бермеңіздер, ит үреді, керуен көшеді. Өте бір жақсы сөз бар, балағыңа жабысқан әр итке қарайлай берсең, көшіңнен қаласын дейді. Сол секілді біз баланы қатарға қосу керекпіз, өз көшіңізбен тек қана алға ілгерілеңіздер. Қазір ойбай, не көп, логопед көп қой.
Ол логопедке барып, логопедтің алдында партаға отыру үшін балада түсінік болу керек. Ол түсінікті одан алдын логопедке дейінгі мамандар жұмыс жасау керек та, жаңағыдай авотерапияға апару керек, сенсорлық моторикамен жұмыс жасау керек, ұсақ моторикамен жұмыс жасау керек, баланың психологиясымен жұмыс жасау керек, баланы дамытып барып, баланың тілі шығуға жақын қалдау деген кезде логопед жұмыс жасайды. Құрметті, мынау баланың ойлау қабілетінде кешігуі бар ата-аналар. Сіздер солай ақшаларыңызды жерге ұшырмаңыздар. Өз басымдан өткен осы қателігім. Баланы 1 сағат алдына шыңғыртып отырып алады. Әде, оде, мынау не деп жынды сияқты ше. Жағам тұстағам. Ертең Алла нәсіп етсе, сондықтан да мен ешқандай да сіздерге жаңағы операция жасаймын, дәрі беремін, осы дәріден керемет болып кетесіздер, я болмаса укол салдырастар мынандай деп айтпаймын деді. Тек қана баламен көбірек уақыт өткізіп, балаға көңіл бөліп, жаңағы баланың тілі қай тілге түсінігі, қай тілге бейім, сол тілде балаға мағлұмат бере бересіздер деді. Мысалы, мен қазір баламен жұмыс жасаймын дейді, психологы, профессор айтып жатыр да. Баламен қытай тілін түсінбейді ғой дейді, сіздер қазақсыздар дейді. Одан кейін Түркияға, Түркияға біз осы Қазақстанға келген кезде профессорға көрсеттік, алдағы уақытқа емге барамыз деп ниеттеніп отырмыз Түркияға да. Жалпы ол жақтың медицинасында да дәл солай. Бірінші толықтай чекаптан өткізіп барып, баланың ағзасындағы толық емес дәрумендердің барлығын толтырып, жаңағы тамырлары еш жерде қысылып тұрған жоқ па, соның барлығын зерделеп барып емге көшеміз дейді да. Оның өзде үлкен қаражат. Бәрі ақшаға кеп тіреледі. Мен мысалы өзім дәрігерлердің біреуінің айтқан диагнозына ешқашан іштей құптамағам. Мен неден көрем білесіздер ма? Бірінші бала бізде үлкен болды, үлкен плод. Сол кезде жаңа толғақ барысын, бала енді шығайын деп жатқан кезде, толғақ тоқтап қалған кезде оны вакууммен тартып алды ше. Сол кезде басында кефалогематомамен туылды. Кейін оны спришпен кубиктап алып тастады, басында қандарын мини операция жасап. Мен сол кезде ойлаймын, баланың бір тамыры қысылып қалды деп ойлаймын. Содан деп ойлаймын, бүткіл задержка речиміз бәрі бізде. Одан кейін жаңағындай басында енді пәтерде жүрген кезде бізде мүлде ақша болған жоқ. Содан кейін мен мемлекеттік ауруханаларға жаттым. Порталмен ұрсып қырылысып жүріп порталды түгелдеп. Сол кезде мынау екінші аурухана ма балаларға арналған. Жаңағы баланың дәреті шығуында мәселе болуы мүмкін деп, жаңағы әпчуіне катетер салды да, оны обычный медсестра келіп сала салды. Сол кезде мен баланың жаңағы қуық безін шошындырып алдым-ау деп ойлаймын. Соның барлығы біздің топастығымыздан, біздің ақмақтығымыздан. Және медицина қызметкерлерінің сол уақытта бізбен дұрыс жұмыс жасамай, жаңағындай кінәлін іздеуге құмармыз ғой, дұрыс бағыт-бағдар көрсетпегеннен де. Және тура сол ауруханада таңғы смендегі апайымыз жалғыз өзі болды ма, білмеймін, екіншісі ұйықтап жатты ма, баладан анализ аламын деп, ұйықтап жатқан жерінен баланың тамырына спришті тыға сағанда, солай бала көк-көмек болып қатты да қалды. Сол кезде мысалы кәдімгі көк-көмек болып қатып, судорога сияқты бала дірілдеп солай болды да. Артық қылам деп жүріп тыртық қылдым да. Жаңағы неврологияда жатырмыз. Бірақ балағанда электрофорез дейма, сондай қояттана, ішіне ыстық неше. Жыландай бір нәрсе болады ғой, ішке қоятын қоңыр, үлкендерге де қояды ғой. Соны қояды да, оның неврологияға не қатысы бар еді деп. Қазір енді көзіміз ашылып, енді жан-жақтан басымызға түскен кейін, ізденгеннен кейін барып ойлаймыз да, соның барлығын. Бұл дүниенің барлығын мен сіздерге не үшін айтып жатырмын? Не үшін айтып жатырмын? Бала үшін, құрметті ата-аналар, барлықтарыңыздың бірдей көздеріңіз ашық болу керек. Қазір әлеуметтік желі деген бар. Мысалы, балаңызға какой-то антибиотик берді ма, ол антибиотикті қандай жағдайда ішеді? Оның дозасы қандай? Оны қандай жағдайларда береді? Бәрін оқыңыз. Өйткені ол бала сіздікі. Дәрігердің алдына күніне сіз секілді 50 пациент
кіріп шығады. Олар да адам. Хотя қателесуге құқығы жоқ, олар да пенде, олар да шаршайды, олардың да өз өмірі бар, отбасы бар. Жарымаған айлыққа бала шағаның қамы деп, стаж жиналсын деп сөйтіп жүреді көбісі. Ашылу болса да шындық. А бала сіздікі, түсінесіз ба? Сондықтан да сіздердің көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз ояу болу керек. Жүйе жасаңыз балаңыздың еміне, жүйе. Мысалы, күз басталды ма? Күз көптеген вирустардың қозатын уақыты. Давайте, анализ тапсырамыз. Анализ кіші дәрет, қан, үлкен дәрет, дәрумендерге, жоқ дәрумендер толтырамыз. Балаңызда диагноз бар ма? Сол диагноз бойынша әрмен қарай. Алғашқы айда осындай сабақ өткіземіз, одан кейін жүзуге барамыз, атқа барамыз аптасына 2 рет деген сияқты. Молданың айтқан істеген істеме деп өзіміз де осы уақытқа дейін балаға бежай қарап келдік. Биыл мектепке баратын жыл болғаннан кейін міне енді жұмыстарымнан қолым босап, баланы енді қолға алып жатырмын да. Өмір деген өте береді екен, ақшаның соңына ешкім жетпейді екен. Бірақ баланың уақыты келеді екен да. Сол уақытта біреу басыңа бір қойғандай топ етіп көзің ашылады екен. Оған жеткізбеңіздер, құрметті ата-аналар. Ертерек қамданыңыздар. Ертерек жүгіріңіздер. Ертерек қолға алыңыздар. Мен қазір енді басынан өткен кішігірім ақпараттарды айтып жатырмын ғой. Іште қалып кеткен өкпе ызалармен бірге қосыпшы. Бұл мен білетін ғана ақпараттар, ал білмейтінім қаншама. Осы именно ақпараттандыру біздің мемлекет тарапынан керек. Ата-аналардың көзін ашу үшін. Ата-аналардың ақшасын ауаға кетірмей, дұрыс бағытта осы диагнозбен күресу үшін. Және қоғам, айналайын көкелер, біреудің баласында аутизм болса, я болмаса тілі шықпай атса, ол жұғып кетіп, сен балаңа жұғып кетпейді. Балаларыңды бір періште қылып, ол балаларды бүйтіп итеріп тастамаңдаршы, дворда ойнап жүрген кезде. Балаларыңа бір тиіп кетсе, сиіп кетті қылмай. Ол балалардың да ата-аналары менің балам барып сенің балаңды ұрсын демейді. Іште керісінше ешкімге зиянымыз тимей, көшеде айғайлап шыңғырып жерге аунамай, аман есен далаға шығып ойнап келсек екен деген ой болады. Неге ойбай қымбат дей бересіңдер, бұл диагнозды дейсіздер ғой. Мысалы қараңыздар, мысалы 680 граммдық майды мен 8,5 мың теңгеге алдым да. Ол кәдімгі 5 литр сұйық майдың бағасымен бірдей. Әйтеуір құрамына омега бар екен деп, омега мидың дамуына жұмыс жасайды, ас қорыту жүйесі, иммундық жүйеге, ақыл ой қызметіне жақсы екен деп үйтіп аласың ғой. Мен ары кетсе бір қанша рет? Максимум бір 10-15 рет тамақ жасайтын шығарсың. Одан кейін тауықты да, қолдың тауықтарын аласың желательно. Ол кәдімгі окорочкадан, я болмаса вакуумдағы фирманың тауығынан қымбат тауы деген сияқты әңгімелер ғой, қалқым. Қайсы бірін жіпке тізе бересің.